мына ішіндегі майының бәрі мына етке сіңіп кеткен. Қартаның майы түгел етке сіңген мінекей. Жұмсақ үлпілдеп тұр прям. Біз мынау қартаның ішіне ет саламыз. Міне қартамызды тазартып алдық. Мінекей бездерін бәрін кесіп алдық. Мінекей. Тамаша. Міне бәрін тазарттық. Міне безі жоқ. Мынандай кішкентай бездер болады. Майдың ішінде міне мынандай кішкентай бездер. Оның бәрін түгел осылай алып тастадық. Міне жаңа бір күн қалдырғанбыз, көрсетейік. Мінекей мынандай кішкентай бездер болады. Кетте моншақ сияқты. Солардың бәрін тазартып алып тастаймыз. Мыналар. Мінекей без жоқ мінекей. Тап-таза мінекей. Мінекей тап-таза. Ешқандай без жоқ. Без жоқ. Мына өзінің несі. Алып тастаймыз кішкентай бездерін. Кетте бездер. Бәрін кесіп алып тастадық. Енді осының ішіне ет саламыз. Етімізді маринаттаймыз. Қазір кесіп алып, Света қазір кеседі. Ұзын-ұзын қылып кесу керек бұны. Қазір. Ұзын-ұзын қылып кеседі. Сосын чеснок салады. Бұрыш саламыз. Сарымсағымызды теркадан өткізіп аламыз. Біз мына қартаны бірнеше рет жудық. Әуелі дұзбен жудық. Дұзбенен кәдімгі прям кір жуған сияқты қылып дұз салып тұрып, балай битіп езіп жудық. Одан кейін сумен жудық. Сосын қайтадан уксус құйып, уксуспен жудық. Одан кейін лимонмен жудық. Соның бәрін жуып, тазартып, бәрін осындай не қылдық. Енді иісі жоқ мінекей. Иіс жоқ. Оның үстіне мінекей чеснок саламыз, маринадтар саламыз. Сонымен ешқандай иіс болмайды. Сумен жуып аламын да. Теркадан өткізіп алдық. Енді бұның үстіне бұрыш саламыз. Енді дұз саламыз. Үстіне көп салмайық шамалы. Міне сарымсағымызды салдық, қара бұрышымыз салдық, дұз салдық. Енді етті ұзынша қылып пісіріп, маринаттаймыз қазір. Етті ұзынша кесіп, сосын маринаттаймыз. Ұзындап кесіп аламыз. Дұз ішіне бару үшін кішкене осып жүру керек пышақпенен. Дұз сіңсін ішіне. Етімізді дайындадық, кесіп алдық, әдемі қылып. Енді маринаттаймыз. İçine salıp. Енді бұны жарты сағатқа маринадқа қоямыз. Дұзы сіңіп, бүкіл нелері сіңеді. Сосын барып, жаңағы қартаның ішіне саламыз. 30 минуттай дұз сіңіп, приправа бәрі сіңіп тұрады. Сосын ішіне саламыз. Бәрін дұздадық, маринадтың бәрін салдық. Бір жарты сағатқа бұл тұрады. Дұз сіңсін, мынау приправа нелер, сарымсақтар бәрі ішіне неғылады. Сіңу керек. Жарты сағат тұрады, сосын қартаның ішіне саламыз. Міне жарты сағаттай тұрды, енді мына қартаның ішіне саламыз. Көп салмай жарлық без жүр. Кетеді. Анасына саламыз. Или ана жаққа қалдырсын.
міне салып болдық етімізді. Қатты тығыз салмаймыз. Не болады? Тығыз салуға болмайды. Бос қылып салып, енді ауыздарын зубочисткамен илеттіріп тастаймыз. Көреміз қазір. Зубочистка бір қатты болады еді. Сынып кетті. Біреу жерде. Мінекей болды. Енді мына мантоваркаға саламыз міне. Мантоваркаға салып пісіреміз. Қайнағаннан кейін уақытын аламыз, да? Так, все. Міне қартамыз дайын болды. 3 сағаттай қайнады. Міне қартамыз дайын болды. 3 сағаттай қайнады. Бұл қартамыздың ішіне біз ет салдық. Слушай, тарелка майнымен. Керемет надо. Бұрыштың есі керемет. Прям бұрыштың есі, чесноктың есі, прям масқа. Есі деген, нағыз колбаса мұна. Еттің прям несі керемет. Тамаша. Өте дәмді. Өте дәмді. Тамаша керемет. Тұзы да бәрі әдемі. Бұрышы дегенің прям керемет болып тұр. Тамаша. Мен бір рет істеп көргем осындай. Жуамен, осылай ет салып, қартаның ішіне салып көргенбіз. Бұл буға піскесін шығар, біз енді етпен бірге пісірдік. Етпен пісіргенбіз. Сіздер істеп көрдіңіздер ме? Жазыңыздар, істесеңіздер. Осылай біз етті тұтас қып, ұзынша қып кесіп алдық та, тұздап, маринаттап бәрін салып, осы қартаның ішіне ұзын-ұзын қып салдық. Кескен жоқпыз мінеге, тұтас тұр. Ұзын-ұзын қып кесті, сөйтіп маринаттап салдық. Керемет бопты. Сіздер қалай істейсіздер? Маринаттап салдық. Сіздер қалай істейсіздер? Жазыңыздар. Мінекей. Етті қарам. Еті дегені міне тұтас жатыр. Міне май. Қартаның майыз прям сыртына шығып жатыр мінекей. Май болып. Қартаның майы мынаның бәрі. Керемет әдемі болған. Ішіндегі майының бәрі етке сіңіп кеткен. Қартаның майы түгел етке сіңген мінекей. Жұмсақ үлпілдеп тұр прям. Мінекей. Мынау ішіндегі майын бәрін жұтып алған мынау ет. Түгел. Маринатпен. Маринат бәрі жұтып алған. Қандай тамаша, керемет. Мынау сыртының майы, мына қартаның майы шығып тұр. Буға пісіргесін өте жақсы болып тұр. Міне, майы шығып тұр. Қартаның майы мына сап-сары. Қартамызда сүрленген өзі. Өзіміздің қарта ғой. Соғымның қартасы сүрленген, мінекей майы шығып, әдем ішінде еті бәрі майы жұтып алған. Өте майлы ет салған жоқпыз, жай ет салдық. Сол қартаның майын бәрін мынау ет жұтып апты. Сөйтеді, солай жұтып алады. Тем более мынау неге тұрған ғой? Буда піскеннен кейін бәрін өзінен алған түгіл. Өте дәмді, тамаша, күшті. Біздің каналды қараңыздар, біздің каналға жазылып, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қандай нәрселерді білесіздер, соны жазыңыздар, біз істейміз оның бәрін. Енді білгенше көрсетіп жатырмыз. Рахмет қарағандарыңызға бәріңізге. Бөлісіп отырыңыздар, достарыңызға, құдағиларыңызға жазып, бөлісіп отырыңыздар. Біз өте риза боламыз. Рахмет бәріңізге қарағандарыңызға.